Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, өте тез дайындалатын шоколадты печеньелердің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде ингредиенттерді 2 есе қылып дайындаңыздар, себебі балаларыңыз тағы да сұрайтын болады. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Қант қосамыз, жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқа саламыз. Қаймақ қосамыз. Барлығын жақсылап тағы да араластырамыз. Какао қосамыз. Електен өткізілген ұнымызды саламыз. Разрыхителімізді саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр елеп аламыз. Енді дайындап алған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, видеода көрсетілгендей шар тәріздес формаға келтіріп аламыз. Мен барлығын 20 граммнан бөліп алдым. Шанышқының көмегімен видеода көрсетілгендей осылай үстін басып шықсаңыздар, осындай әдемі көлемге келеді. Енді печеньелерімізді 180 градуста 10-15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің печеньелеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, жұмсақ болып, әрі өте тез дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.